Адамдар денсаулығын ақша табу үшін жұмсайды. Содан кейін денсаулығын қалпына келтіру үшін ақша жұмсайды. Болашағын уайымдап, олар бүгінді ұмытады. Сондықтан олар не бүгін мен, не болашақ үшін өмір сүрмейді. Олар ешқашан өлмейтіндей өмір сүреді. Ал өлгеннен соң өмір сүрмегенін түсінеді. Егер де біз өзгермесек, дамымаймыз. Егер біз дамымасақ, біз шынымен өмір сүрмейміз. Кешегі күнді кері қайтара алмаймыз, бірақ ертеңгі күн өзімізге байланысты. Сәтсіздіктен қорықпаңыз, өйткені ол сіздің табысқа апаратын жолыңыз. Сәтсіздік бұл қайта бастау мүмкіндігі, сонымен қатар даналыққа апарар жол. Кеше мен ақылды болдым, сондықтан әлемді өзгерткім келді. Бүгін мен дана болдым, сондықтан мен өзімді өзгертіп жатырмын. Өміріңізде жасайтын ең үлкен қателік қателесуден үнемі қорқу. Кейде өмірді ұмытуға бір сәтте жетеді, ал кейде бір сәтті ұмытуға бүкіл өмір жетпейді. Өзен ағысымен өлі балық қана жүзеді. Өмір теңіз, тағдыр кеме, ал кемең суға батпас үшін өзің капитан болуың керек. Өзгелерге пайдалы адам мәндірек, өзіне пайдалы адам ұзағырақ өмір сүреді. Ашулану эмоциялардың ішіндегі ең пайдасызы, миды бұзады және жүрекке зиян келтіреді. Ашулану ол басқалардың қателіктері үшін өзіңнен кек алу. Ренжу ол сіздің жетілмегендігіңіздің көрсеткіші. Реніш ол тастар сияқты. Оны кеудеңізге жинамаңыз, әйтпесе сіз олардың салмағынан құлап кетесіз. Ақылды адам өз қателіктерін түзете алады, ал ақымақ адам оларды мойындай да алмайды. Кек сақтау ол сіздің басқаға өз басыңыздан тегін жалдамамен орын беруіңіз. Реніш тәкаппарлықтың арқасында қарым-қатынас жасай алмаудың салдары. Кей адамдар сіздің не айтқаныңызды естімесе, кей адамдар не ойлағаныңызды естіп отырады. Жоқ деп айтуды үйрену арқылы сіз танымалдылықты жоғалтасыз, бірақ құрметке ие боласыз. Жасыру керек нәрсені жасамаңыз. Адамға өмір сүруге тұрарлық мақсат бере алсаңыз, ол кез келген қиын жағдайдан шығып өмір сүре алады. Егер де сізге біреуді кешіру қиын болса, онда сізді қанша адам кешіргенін есіңізге түсіріңіз. Өзіңнен басқа біреу үшін өмір сүргенде ғана өмірдің мағынасы болады. Өзі ешкімді кешіріп көрмегенше, кешірудің керемет екендігімен бәрі келіседі. Егер адам ауырып қалған болса, онда өз жүрегінен кімді кешіру керек екендігін іздеу керек. Батылдық жақын адамыңды ренжіту үшін қажет емес, кейін кешірім сұрау үшін қажет. Адамдарды бұзатын кедейлік немесе байлық емес, адамдарды бұзатын қызғаныш пен ашкөздік. Егер сіз әрекет етем деп шешсеңіз, онда күмәндану есіктерін жабыңыз. Біреудің өткен өмірін сынамаңыз, өз болашағыңызды білмейсіз. Егер сізде байлық мөлшерден тым көп болса, қоршауды биіктетудің орнына үстелді кеңейтіңіз. Ешқашан құлағыңызға көзіңіз көрмеген нәрсеге сенуге жол бермеңіз. Сізді ашуландыратын адам сізді басқарады. Проблемалар сізді депрессияға емес,
әрекет етуге мәжбүрлеу керек. Ең үлкен жеңіс жаман ойларыңызды жеңу. Бәрі де оңай. Жақсы ойласаң, бәрі де жақсы болады. Егер біреудің қиын кезеңінде көмектескен болсаңыз, уайымдамаңыз. Оның басына тағы да қиындық түскен кезінде есіне алатын болады. Бір тамшы өтірік сенім мұхитын жоғалтады. Әрекет етіңіз. Әйтпесе бүгінде ештеңе өзгермейді.